Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Гүлзираның пәтерінде су өшірілді. Бірнеше күнге емес, бір айға жуық. Себебі ескі үйдің құбырларын толығымен ауыстырып жатқан еді. Оның екі кішкентай баласы бар, үлкені 3 жаста. Ал кішісі әлі емшектен шықпаған сәби. Қиын жағдай, себебі балаларына күтім керек. Тамақ пісіру керек. Бірақ су жоқ. Күйеуі де көмектесудің орнына қашып кеткендей болды. Анама барып тұра тұрайын. Ол жақта су бар. Жұмысқа да жақын деп, ертең қайта ораламын деп кеткен күйі ұшты күйлі жоқ болды. Оның шешесі, Гүлзираның енесі, 2 баламен жалғыз қалғанын естісе де үйіне келуге шақырмады. Ол келінін жақтырмайтын. Сондықтан ол жаққа бару мүлдем мүмкін емес еді. Сонымен Гүлзира 2 баласымен бірге үйде сусыз және күйеуінсіз қалды. Сол кезде балалық шақтан танитын. Көрші үйде тұратын Мәулен есіне түсті. Мәулен өзі жаны жомарт, ашық мінезді адам. Гүлзира оған хабарласып жағдайын айтқанда, оны еш ойланбастан өз үйіне шақырды. Кел, суың қосылғанша бізде тұрасың. Екеуміздің жастық шағымыз бірге өтті ғой, қиындықта бірге болайық деп. 2 бөлмелі пәтеріне қабылдады. Өзінің тұрмысы да керемет емес еді. Бірақ достықты, көмек беруді артық санады. Мәулен Гүлзираның балаларына қарады. Тамақ әзірледі. Дүкеннен азық-түлік алып келді. Үй шаруасын өзі атқарып жүрді, екеуі әңгімелесіп. Балалық шақтарын еске түсіріп те отырды. Қиындықта қол ұшын беру керек деген сөзді шын жүрегімен қабылдаған Мәулен еш нәрсені ауырсынбады. Балалық шақта достық пен жомарттық оңай беріледі ғой. 1 айға жуық уақыт өткен соң Гүлзираның үйіндегі құбырлар жөнделіп, су қайта қосылды. Ол балалармен үйіне оралып, күнделікті тіршілігін жалғастырды. Бірақ көп ұзамай ол жақын араласатын көршілеріне және ортақ таныстарына Мәулен туралы түрлі әңгімелер айта бастады. Үйі лас екен. Өзінде таза ұстамайды. Киімдерін жуып үлгермейді. Ал тамақ жасағаны тіптен нашар. Оның үстіне тамақты көп жейді. Қылықтары мүлдем әйелге тән емес деп Мәуленді жерден алып жерге салғандай болды. Барлық жақсылығын ұмытып, тек кемшіліктерін теріп, басқалардың алдында оны мазақ қылып жеткізді. Бұл әңгімелер бір күні Мәуленнің құлағына да жетеді. Гүлзирадан бұндайды күтпеген ол қатты ренжіді. Жүрегі ауырды. Көзі жасқа толып тығылып та қалды. Өзі жаны ашып, қиын кезде көмектескен адамы осылай айтып, артынан мұқатқанда, оған не істерін білмей қиналды. Осындайда адамға жанын ашып үйіңе кіргізсең, ол кейін бәрін сыртқа айтып, артыңнан өсек таратады екен-ау деп күйінді Мәулен. Өзіңнің жақсы ниетіңді көрсетіп көмек берсең де, кейбір адамдар оны қадірлемейді. Керісінше, сенің міндеріңді істеп, сыртыңнан жаман сөздер айтатын болып шықты. Міне, осындай кезде адамға жаның ашса да, өз шекараңды сақтау керектігін түсінесің. Көмек керек адамға қол ұшын беру дұрыс шығар. Бірақ өз үйіңе, өз өміріне кіргізу міндет емес. Біреуге суын тасып беруге болады. Балаларын қарай тұруға да болады. Бірақ әркімді, әсіресе қыр-сырын жақсы білмейтін адамды үйіңе, жан дүниеңе кіргізу дұрыс емес. Әр адамның өз үйі, оның шекарасы. Бұл шекараны бұзу қиын жағдайларға әкелуі мүмкін. Мәулен сол оқиғадан кейін адамдарға абай болуды үйренді. Кімге көмек беретінін, кіммен шынайы дос болатындығын жақсылап ойланып жүретін болды. Өйткені өмірде бәрі бірдей көмекке мұқтаж болса да, әркімнің көңілі мен ниеті таза бола бермейді екен. Кейбір адамдар сенің көмегіңді қадірлемейді. Тіпті рахмет айтудың орнына мін таққыш болады. Сол себепті жақсылық жасар алдында адамды жақсы танығаныңыз абзал. Бақытты адамдар зұлым болмайды. Егер адам бізге жамандық жасаса, ол, мүмкін, өзі терең бақытсыз. Бақытты адамдар кезекте дөрекілік жасамайды. Көлікте ұрыспайды. Әріптестері туралы өсек айтпайды. Бақытты адамдар мүлде басқа әлемде. Оларға бұл қажет емес. Тек бақытты адам басқа адамның қуанышына қуанады, ал терең бақытсыз адам ғана басқа адамның қиындықтарына қуанады.
Мотивацияға толы видеоларды жоғалтып алмас үшін каналыма қосылуды ұмытпаңыз. Тыңдағаныңыз үшін рахмет.